Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіз қазақ тілінде сауатты жаза аласыз ба? Яғни қатесіз жаза аласыз ба? Соны тексеріп көрейік. Онымен бастайық. Күйеуім сөзі. Сіз қалай жазасыз? Қайсысы дұрыс? Дұрыс варианты көкпен жазылғаны, яғни ө әрпінен кейін қысқа и жазылады. Келесі сөз кез келген. Қайсысы дұрыс? Сіз қалай жазасыз? Қызылмен жазылған бірінші вариант дұрыс, себебі кез келген сөзі дефиссіз жазылады. Қайсысы дұрыс? Менен немесе меннен. Сіз қалай жазасыз? Дұрысы бірінші нұсқасы, яғни бір н әрпі жазылады. Себебі мен, сен есімдіктеріне шығыс септік жалғау қосылғанда сөз соңындағы н әрпі түсіп қалады. Ең қызығы, бұл қатені жас буыннан жиі кездестіруге болады. Қайсысы дұрыс? Туған күн әлде туылған күн? Сіз қалай жазып жүрсіз? Дұрысы туған күн, туылған күн емес. Тілдік жүйеге сүйенетін болсақ, туатын ана, туылатын бала, туылу ырықсыз етіс. Бірақ қолданыста және әдеби нормада туған тұлғасы орнықты. Сол үшін туған күн деп жазайық. Қайсысы дұрыс? Иә сөзін сіз қалай жазасыз? Екінші нұсқа көк түсті қаламмен жазылған. Иә сөзі дұрыс. И және де ә әрпі жазылады. Келесі сондықтан да деген сөзді сіз қалай жазасыз? Сондықтан да әлде сондықтан да? Дұрыс жауабы көк қаламмен жазылған дұрыс. Жазуда ең жиі жіберілетін қателік шылауларды сөзге қосып жазу. Шылау әрдайым бөлек жазылатынын есте сақтаңыз. Келесі сахна сөзі. Сіз қалай жазасыз? Х әрпі арқылы ма әлде қ әрпі арқылы ма? Сахна сөзінің х әрпі арқылы жазылғаны дұрыс, яғни қызыл нұсқасы. Орфографиялық сөздікке жүгінсек, х арқылы жазылуы дұрыс екенін көреміз. Осымен сіз қатесіз жаза аласыз ба айдары аяқталды. Қазақша қатесіз сауатты жазайық. Егер де видео сабақ сізге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазу. Видео сабақты достарыңызбен бөлісеңіз, қазақ тілді контентті қолдап қойыңыз. Назарларыңызға рахмет.